Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұркүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, бір-біріне жабыспайтын, ең бастысы шашыраңқы болып пісетін күріштің жасалу жолымен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Күріш формасын өте жақсы сақтайды, сондықтан гарнир ретінде котлетпен, бризольмен бірге ұсынсаңыздар болады. Ең әуелі қажетті күрішімізді алып, жақсылап жуып, тазалап дайындап аламыз. Табамызға 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, дайындап қойған күрішімізді салып, 2 минуттай қуыратын боламыз. Міндетті түрде тез-тез араластырып тұру қажет. Күрішті қуырып болған соң, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, татымына қарай тұз салып, ортаңғы отта 10 минутқа бұқтыратын боламыз. Су міндетті түрде күрішті жауып тұруы қажет. 10 минуттан соң байқағандарыңыздай күріштің суының барлығы тартылып, дайын болайын деп қалған. Енді күрішті ортаға жинап, қасықтың көмегімен тесікшелер жасап, ең төменгі отта 2 минутқа бұқтыратын боламыз. Міне біздің күрішіміз дайын. Ол езілмеген, бір-біріне жабыспаған, шашыраңқы болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын!